Құдайды шынымен жақсы көрудің ең белгісі дейді да, түнгі намазға тұрып Құдайымен сырласу дейді. Мысалы жігіттер, бір қызға ғашық болдың. Сол қыз айтса да, Мағжан, түнгі 3-те кол ұстап жолығайық десе, еркекше айтайынша, мына егер импотент болмаса баратын ол. Түнгі 3-те Мағжанды кол ұстап аласың. Ерекеңде дәл сондай, дұрыс па? Дұрыс па? Түнгі 3-те жолығамыз. Енді онша-мұнша дөңкейгенге де бармайсың ғой, жаңағы. Түрі келіскен, өзің сынып тұрсың ғой. Үйто сен оғанша түнде ұйықтамайсың, өйткені қабағың ісіп, түрің біртүрлі болуы мүмкін ғой. Түн ажымат сетіп, ана онша-мұнша майларды кетіріп, сасетің кроссовкасын, досың кроссовкасын киіп аласың. Түнгі Құдай тағала айтады, түннің 3-тен 1 бөлігінде Алла тағала аспан әлеміне түседі. Бірақ енді аспан әлеміне өзі түседі деп тұрған жоқ, Алланың рахымы түседі. Алла тағала бізді есту үшін бізге жақындауға мұқтаж емес. Алла тағала расстояниеге мұқтаж емес. Дұрыс па жігіттер? Сонда не дейді? Алла тағала айтады екен, кім бар екен сұрап жатқан, кешірейін. Кім бар екен сұрап жатқан, берейін. О кезде біз бақсып ұйықтап жатамыз да. Сөйтіп не істейміз? Бізде күндізгі 11-де тұрып аламыз, Құдай бермейтін уақытта. Алла қаяқтан бай бола береді үшін деп, таңда тұратындар бар ғой, соларды айтты. Осылар қаяқтан таба береді, түсінбесін осылар деп же. Ұрлай ма деп, жоқ, олар ұрламайды. Олар таңда ерте тұрады. Білесіздер ме, пайғамбар таң намазының сүннетін оқыған адам жер бетіндегі ең бай адам деген еді ғой. Не үшін айтқан десек, пайғамбар екінші хадисі бар екен ғой. Таңның уақытында Алланың періштелері жер бетіне рызық несібе шашады дейді. Сол кезде ояу болғандар үлесін алады, ал ұйқыда жатқандар махрұм қалады дейді. Басыңа іс түспей тұрып тахаджудқа тұру керек та, ауырғаннан кейін Құдай маған денсаулық берші деп тұрма, әшейін кезде тұру керек та, Құдай мені ауыртпашы деп сұрауымыз керек еді ғой негізі. Өйткені бәле келмей тұрып, бізге дұға үйреткен еді ғой, Раббана ла тузиғ қулубана баъда из һадайтана ва һаб лана мин ладунка рахма иннака антал. Сонда не дейді? Я Алла, біздің жүрегімізді тура жолға салғаннан кейін, жүрегімізге осы рахымды бергеннен кейін, оны алып қойма деген еді ғой. Алып қойғаннан кейін бербей Алла қайтып берші деп сұрама, алып қойма. Осылай кез келген нәрсені, денсаулығың бар ма? Тұр тахаджудқа. Я Алла, менен осы денсаулықты алып қоймашы. Дүниең бар ма? Тұр тахаджудқа. Я Алла, менен осы дүниені алып қоймашы. Сенімдеріміз біздің қазір нашарлау болып тұр ғой.